бүгінгі сабақта біз архидон қышқылының пайда болуын және одан кейінгі жүретін механизмдерді талдайтын боламыз. Ең алдымен архидон қышқылы жасушаның фосфолипидтерінен пайда болады. Жасушаның фосфолипиді фосфолипаза А2 ферментінің қатысында архидон қышқылына айналады. Архидон қышқылы СОК1 және СОК2 арқылы простациклин, простагландин және тромбоксан бөледі. Лок, яғни липооксигеназа арқылы лейкотриендерді бөледі. Архидон қышқылы арқылы бөлінген простациклин ол простагландин И2 организмде тромбоциттердің агрегациясын төмендетеді, яғни қан кетуді тудырады және вазодилатация шақырады. Простагландиннің өзі үшке бөлінеді: простагландин И1, И2 және простагландин F2 альфа. Простагландин И1 мұлада вазодилатация шақырады. Простагландин И2 жатырдың жиырылуын күшейтеді. Одан кейінгі уақытта простагландин И2-лер өз көмегін тигізеді. Простагландин F2 альфа ол послеродовые кровотечение кезінде, яғни қан кету кезінде пайдаланылады. Тромбоксан А2 ол да жасушалардың тромбоциттердің агрегациясын шақырады және вазоконстрикция тудырады. Лейкотриендердің өзі төртке бөлінеді: лейкотрин И4, D4 және SC4. Олардың барлығы бронхтардың сужениесін шақырады, яғни бронхтардың қысылуына жауап береді. Және лейкотрин B4 ол нейтрофильдердің хемотоксисін күшейтеді. Сол арқылы нейтрофильдердің қабынған тұсқа ең бірінші баруына осы лейкотрин B4 жауапты. Осы механизмге әсер ететін препараттардың тізімін атап шығайық. СОК2-ні тек селективно СОК2-ні ғана тежейтін препарат ол целекоксид. СОК1 СОК2-ні тежейтін бізде аспирин. МПВСтер бізде қайтымды түрде тежейді. Олар диклофенак, ибупрофен, кәдімгі өзімізде қолданатын препараттар: индомитоцин, кеторалак және напроксен. Лейкотрин И4, D4, C4-ті бізде монтелукаст, зафирулукаст тежейді. Осы процесстердің ең жоғары тұсынан, яғни фосфолипаза А2-ні глюкокортикостероидтар тежейді. Сол арқылы біз қабынуды ең жоғарғы сатысынан тежей аламыз.